Армысыз YouTube көрермен. Бүгін біз ерекше сұрақтарға жауап іздеп көрмекшіміз. Сүйектің салмағы қандай ауыр болса, бұл сұрақтардың да жауабы сондай ауыртпашылықты тудырады. Оның біріншісі, жамбас сынса не істеу керек? Егде жаста жамбас сынуы қандай қауіпті ауруларды туғызады? Жамбас сынуы несімен адам денсаулығына зиян туғызады? Қадірменді YouTube көрермен, қазақ тілді контентті қолдап, оның дамуына үлес қосып жатқандарыңыз үшін өздеріңізге ризашылығымызды, рахметімізді айтамыз. Бірақ көп жағдайда мына статистика көңілді қынжылтады. Каналға 87% адамдардың тіркелмей қарайтыны қазақ тілді контенттің дамуына кедергі келтіреді. Қадірменді YouTube көрермен, өздеріңізден каналға тіркеліп, лайк басып, видеоның соңына дейін қарап, ақпарат пайдалы болып жатса, оны таратып жіберсеңіздер, риза болып қалар едік. Жамбастың сынуы жамбас сүйегінің жоғарғы бөлігі, яғни фемор сынған кезде пайда болады. Жарақат әдетте құлау немесе көлік апатынан жиі кездеседі. Жамбастың сынуы егде жастағы адамдарда жиі пайда болады, өйткені олардың сүйектері жасына қарай әлсіреп сынғыш келеді. Көптеген жамбас сынықтары қатты ауырсынуды тудырады және дереу операцияны қажет етеді. Кейбір адамдарға жамбас сынғаннан кейін жамбастың толық ауыстырылуын талап етеді. Жамбастың сынуы Америка құрама штаттарында жиі кездеседі екен. Жыл сайын шамамен 300 мыңнан астам жамбас сүйектерін сындырады. Жамбас сүйегінің қауіпті түрлеріне мыналар жатады. 65 жастан асқан адамдарда жамбас сүйегінің сынуы жиі кездеседі. Жасы ұлғайған сайын сүйектер ыдырап, әлсіреп сынғыш болады. Егде жастағы адамдарда қозғалыс және тепе-теңдік проблемалары жиі кездесетіндіктен бұл нәрсе құлауға әкеліп жатады. Жамбас сүйектерінің сынуы 75% дерлік егде жастағы әйелдерде кездесіп жатады. Әйелдер менопаузадан кейін сүйек массасын жоғалтады. Әлсіз сүйектердің сынуы 2 есе артады. Отырықшы өмір салтын ұстанатын адамдар, яғни көп жаттығу жасамайтын адамдарда жамбастың сынуы өте жиі кездесіп жатады. Сондай-ақ тым көп алкоголь ішіп, сүйектерді әлсіретіп, темекі тартып жататын кісілердің де жамбас сүйегінің жалпы адам ағзасындағы сүйектердің сынуының ықтималдығы артады. Кейбір дәрі-дәрмектер құлау қаупін арттырып жатады. Ондай дәрі-дәрмектерге ұйқышылдықты тудыратын немесе қан қысымының төмендеуіне әкелетін дәрі-дәрмектер тепе-теңдіктің жоғалтуына әкелуі мүмкін. Ең ерекше айтып кететін жағдай бұл остеопороз. Бұл ауру сүйектерді әлсіретіп, кеуекті етіп сыну қаупін арттырады. Әйелдерде остеопороз ерлерге қарағанда 4 есе көп. Остеопороз дегеніміз организмде фосфор мен кальций алмасуының бұзылуынан пайда болатын парадоид және бет жақ ауруында кездесетін тікандардың сиреуі. Сондай-ақ D витаминін, кальцийді және басқа қоректік заттарды жеткілікті түрде алмаған адамдарда жамбас сыну қаупі өте жоғары болады. Кейбір денсаулық жағдайлары, мысалы деменция, яғни алжу және Паркинсон ауруы құлап қалу қаупін арттырып жатады. Жамбас сынса не істеу керек? Жергілікті жерде қарайтын дәрігер тексеріп, соңғы кез келген апаттар және құлаулар туралы сұрайды. Жүйке зақымдануын, яғни невропатия тексеру үшін сіздің дәрігеріңіз аяғыңызға тиіп, қандай бір сезім бар жоғын сұрауы мүмкін. Сынықты диагностикалау және жұмсақ тіндердің зақымдалуын тексеру үшін бейнелі зерттеуді де тапсырыс береді. Оларға мыналар жатады, яғни рентген, сүйектеріңіздің кескіндерін жасау үшін радиацияны пайдаланады. МРТ, сүйектер мен жұмсақ тіндердің суреттерін жасау үшін жоғары қуатты магнитті пайдаланатын бейнелеу сызығы. Сондай-ақ КТ сканерлеу бұл зақымдалған аймақтың егжей-тегжейлі кескіндерін көруге мүмкіндік беру үшін компьютерді және бірнеше рентгенді пайдаланатын сынақ. Жамбас сынықтарын емдеуге бола ма? Жамбас сынуын емдеу сіздің жасыңызға, жалпы денсаулығыңызға және жарақат түріне байланысты. Көптеген жамбас сынықтары жарақаттан кейін 1 немесе 2 күн ішінде операцияны қажет етіп жатады. Бірақ кейбір адамдар жасына және басқа жағдайларына байланысты хирургиялық араласуды қажет деп санамайды. Көптеген жамбас сынықтары хирургиялық жөндеуді қажет етеді. Жамбас хирургияның бірнеше әдістері бар. Оның ішінде сүйектерді бекіту және орнында ұстау үшін металл бұрандаларды, шегелерді немесе пластиналарды пайдалану мүмкін. Өте ауыр жағдайда жамбасты ауыстыруға да барып жатады. Бұл операциялар жасалғаннан кейін операциядан кейінгі арнайы жаттығулар қозғалыс ауқымын айтарлықтай жақсартады. Рецептпен және рецептсіз ауырсуды басатын дәрілерді қолдануға
және қабынуды азайтуға көмектесетін дәрілерді ішуге болады. Егер сізде жамбас сынығына операция жасалса, инфекция қаупін азайту үшін антибиотиктер қабылдауға да болады. Жамбас жарақатын алған кезде, әсіресе егде жаста, кейбір қосымша қатерлерге байланысты болады. Соның бірі ауыр асқынулардың пайда болуы. Олар адамның физикалық және психологиялық денсаулығына байланысты. Иммунитеттің төмендеуіне буындарға қатысы жоқ басқа аурулардың да даму қаупі бар. Көбіне жүрек, тамыр және тыныс алу жүйесі зардап шегеді. Төсекте ұзақ уақыт өткізу қарт адамның денсаулығына нұқсан келтіреді. Созылмалы аурулары бар адамдардың ауруын күшейтеді. Ең үлкен қауіп адамның өліп кетуі. Мұндай сынудан кейін өлімнің ең тараған себебі жүректің әлсіздігі, тромбоэмболия және пневмония. Кейде егде адам өзінің отбасына төзгісіз ауыртпалыққа айналып бара жатқан түсініп, өз-өзіне қол жұмсауы мүмкін. Хирургиялық араласудан бас тарту және науқасты толық иммобилизациялау керек болады. Жамбас сынуы өте ауыр дерттердің бірі. Жамбас сынғаннан кейінгі оңалту кезеңі үшін қалыпты ұйқы, дұрыс тамақтану, массажға бару және организмге жетпей тұрған кальций мөлшерін толықтыру, асқынған созылмалы ауруларды емдеу аса маңызды болып келеді. Айналаңызда осындай жамбас сүйегінің сынуына ұшыраған жандар болса, оларға тез арада ем-дом көрсетіліп, аурудан тез айығып кетуіне және адамның психологиялық денінің саулығына аса көңіл бөлу керек. Себебі бұл аурудың жазылуы өте қиын. Егде жастағы кісілерге мүлдем ауыр болып табылады. Жас кісілер болса, олардың денсаулықтарының резервтарына байланысты оңай орындарынан тұрып кетуі мүмкін. Бірақ көп жағдайда қария кісілердің 70-80% өлімге алып келіп жатады. Оны өзіміздің де жақындарымыздан, туысқандарымыздан көрген болатынбыз. Қадірменді YouTube көрермен, осы ақпарат өздеріңізге пайдалы деп тапсаңыз, лайк басып, оны өздеріңіздің қажеттіліктеріңізге жаратыңыздар, ауырмаңыздар, сақ жүріңіздер, қария қарт кісілеріңізге мұқият болыңыздар.